Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен тез әрі оңай дайындалатын томат дайындайтын боламыз. Қызанақтың көмегімен ешқандай артық заттың қажеті жоқ. Қысқа осындай формаларға салып сақтап қойсаңыздар болады. Видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Мінекей, осылай барлығын өткізіп алдық еттартқышымыздан. Енді осыны формаларымызға саламыз. Мінекей, біз укропымызды жуып тазалап алдық. Енді осыны майдалап турап аламыз. Мінекей, турап қойдық. Енді осыны біздің жаңағы қызанағымызға, тартылған қызанағымызға саламыз. Мен көп салған жоқпын, өздеріңізге ұнайтын болса, көп салсаңыздар да болады. Араластырамыз, кішкене тұз қосамыз. Сонда тамаққа салатын болсаңыздар, егер тұзды аз қосасыздар. Тұзды көп қоссаңыздар, тамаққа тұзды аз қосасыздар. Мен қатты көп қосқан жоқпын. Неге осындай өздеріңізде қандай форма бар, соған саласыздар. Менде осындай кекстің формалары, осыған салдым. Бұның бір жері алған кезде тез алынатын болады. Сол себепті осындай форма таңдасаңыздар болады. Неге осылай енді біз тоңазытқышымызға саламыз. Неге біздің томаттарымыз дайын болды. Бір күн қойсаңыздар да болады. 1-2 сағат қойсаңыздар да болады. Тез қатады. Және бұл тез алынады. Шығарғаннан кейін бірден салафандарға салып, арнайы өзінің салафандарына салсаңыздар да болады. Болмаса күнделікті қолданып жүрген салафандарға салсаңыз да болады. Тез-тез салып, морозилькке қайта тастайсыз. Себебі бұл тез еріп кетеді. Жасап көріңіздер, оңай. Қыстың күні бір қызанақ салып, бір жасаған сияқты болады сорпаларыңыз. Сол үшін осылай сақтап қойыңыздар.